Пюль саблы хакас писатель Георгий Федорович Топановқа чүче столча. Анна танықтап хыгуының ученыйлары пазы студенттері Катановтың адының хакас гимназияның үгіречелерінің пазы үгірінжелерінің қады бірге аз хоруқ ертергенер. Біз аңғы тұста писательердің үгірінчіп, с произведениялерінің хықшып, шеволарының хайдық кізілер болған, илбек чажылар болғанарын біз де білбенше, біз олғанар білбеншаның аратыңына. Ол немен чарыдарға пос чирсу бісті кем арычылан, аңдық немелердің әрі оға асқынақ білчебіз. Біздің жонда Георгий Федоровичті Қарғыс ұлық жоқтың авторын челепілчелер. Ол илбек адылығы чаның арылыс жазы документальный киноларының режиссері пазы писатель болған. Итседі Георгий Топанов амда писателер бірігізінің арылысшылары арызында жоғыл. Хади 1991 жылды Георгий Федорович Топановтың қадапес хакнияледі мен тоқын шытқанды тоғасқыз. Хади ол позын шоқтан оға шүрік сен қарықшазыда аның ақын оғаттың хадитергі ол шоқтапша пұшыр үстінде ақшарықта мен тіпше оға қыстырып немедіңді бәде пастырып шұртамды. Харықұс ұлық жоқ, қақас литературызында матердің арқайқыстық жанрлық чалқыслы тоқыс болча. Аның оқсылтанды ол жақсы қығырылча пазы пүнгі түрінің керсуны қынырғы арычелерге үгірече. Позын ол Харықұс образтың сығары позын көзіче. Қайдығы тұс болған, кемнің қады тоғасқан, қайдығы немі болған үйдек көзіче ча арызынды үйдек қыныс бұры чәрер. Матерның өн умазында Борис Амзараковты сағымғы төл Георгий Федорович Топановтың ұчықтазын көрче. Ол үйдек чирсун арычылып, аның үшін алқысты сұрабинжа. Ол омық мұндық матерларының атары инжиді тұс пазының ұндытық парчалар. Аның арда ученыйның үгіріче бірге аз хорық ертеріп, бұ ситік сұрығыны чон арызына сығарырға күстенчелер.